Бұл корпоративтен кейін бір қызметкер өзгеріп кетті. Сағат 00-де айна неге жарылды? Камерада көрінген адам кім болды? Осы видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін. Сәлем, қорқынышты оқиғаларды сүйетін көрермен. Дайын болсаң, біз бастаймыз. жылдың 30 желтоқсаны қала шетіндегі ескі мейрамхана. Біз бір компанияның 12 қызметкері жаңа жылдық корпоративке жиналдық. Барлығы көңілді еді. Музыка, шампан, күлкі. Бірақ бір нәрсе бірден көзге түсті. Мейрамхананың екінші қабаты жабық болды. Администратор, ол жаққа кірмеңіздер, жөндеу жүріп жатыр деді. Бірақ ол қабаттан анда-санда біреудің жүрген дыбысы естілетін. Музыка бір сәтке өшіп қалды. Сол кезде әріптесіміз Айдана, мен жоғарыдан біреуді көрдім, ақ көйлек киген деді. Бәріміз күлдік. Жаңа жыл алдында бәрі елес көретіндей. Бірақ 5 минуттан кейін Айдана жоғалып кетті. Телефоны үстелде, курткасы ілгіште. Біз екінші қабатқа көтерілдік. Жарық әлсіз. Қабырғада ескі айна тұр. Айдана, бізден басқа тағы бір адам көрінді. Бірақ артына қарасақ ешкім жоқ. Сол кезде лифт есігі өздігінен ашылып жабылды. Ішінен бір ғана сөз естілді. Уақытты бітті. Камераларды тексердік. Сағат 23:52-де Айдана екінші қабатқа өзі шыққан. Ал 23:54-те камерада оның артында біреу тұрды. Беті көрінбейді, басы жоқ сияқты. Ал ең қорқыныштысы, ол бізге қарап қол бұлғап тұрды. Жаңа жыл келді. Төменде адамдар шампан ашып жатыр. Ал біз жоғары қабатта қалдық. Дәл сағат 00-де айна жарылды. Айна сынықтарынан бір сөйлем шықты. Корпоратив құрбандықсыз өтпейді. Сол сәтте лифт тоқтады. Ішінен Айдананың дауысы шықты. Мен мұндамын, бірақ мен бұрынғы Айдана емеспін. Таңертең полиция келді. Айдананы тапты. Мейрамхананың алдында, қардың үстінде. Бірақ ол корпоративке келгенін мүлдем есіне түсіре алмады. Ал оның телефонында бір ғана жаңа видео бар еді. Видеоның аты келесі корпоративте кездескенше. Егер видео ұнаса, арнаға тіркеліп, лайк басып, өз пікіріңді қалдырып кет. Әрине, мен оқимын. Қазақша контенттің дамуына қолдауларың қажет.